Жақын күндерде Орынбаев көшесінде жаңа су құбыр желісі пайдалануға беріледі. Бұл көшеде шойын су құбыры жүргізілген. Оның қызмет ету мерзімі шамамен 50 жыл. Соның салдарынан су құбырында апаттар жиілеп кетті. Осыған орай 2024 жылы қызмет сапасын жақсарту үшін су ресурстары маркетинг жауапкершілік шаруашылық серіктестігі инвестициялық бағдарламасы аясында жаңа су құбыр желісі салынуда. Қазір Әл-Фараби аудандық су арнасының қызметкерлері оны пайдалануға беруге дайындалуда. Қазір мына Орынбаев көшесінде, Тәжібаев көшесінен Маншық Мамедова деген көшесіне дейін ескі құбырды ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жерде 160 пластмасс тұрбат тастап жатырық. Соны қазір мынау шаю жұмыстары жүріп жатыр. Өткен біздің сол шайып, халыққа таза су беруіміз керек. Шайғаннан кейін суға хлор қосып, дезинфекция істеп, испытания беріп, одан кейін барып тұрғындарға су береміз. Осындай жұмыстар Тәжібаев көшесінде де жүргізілетін болады. Онда 2024 жылы ескі шойын су құбыры қайта жаңартылады.